Бір кездері бұл жер мыйдалай еді. Қазір бірте-бірте тұрғын үйлер бой көтере бастады. Таяқ тастам жерде Нұрлы жол вокзалы бар, былтыр театр құрылысы біткен. Аумақты осылай жоспар бойынша абаттандыру көзделіп отыр. Инфрақұрылым жетілдіріліп жатыр. Жақында сауда ойын-сауық орталығы салынады, көп ұзамай аурухана, мектеп пен балабақша да іргесін қалайды. Қысқасы алаңсыз тұратын аумаққа айналады. Елордада тағы не істеледі? Қай аудан дамиды, үйді қаланың қай бөлігінен қарастырған жөн? Бүгін осы жөнінде айтамыз. Бас қала қарқынды дамып жатыр. Мұндағы халық саны да көбейген. Әу баста 2030 жылға қарай 1 миллион болады деп еді, ол межеге былтыр жетіп алды. Сөйтіп қаланың бас жоспарын өзгертуге тура келді. Мамандар қазір оны әзірлеп жатыр, жыл соңына дейін бекітіп қалар. Нұраділ мырза, алдағы 5 жылда елорда қалай дамиды? Қазіргі кезде елордамыздың бас жоспарына сәйкес және кешенді даму жоспарына сәйкес көбінесе Тұран даңғылынан батысқа қарай аймақ және Нұра Есіл каналынан шығысқа қарай Телмін тұрғын алабынан оңтүстікке қарай аймаққа көп көңіл бөлінеді. Ол жақта қазіргі кезден бастап тұрғын үйлер, жолдар, инфрақұрылым салынып жатыр. Соған қоса қазіргі кезде біздің Нұрлы жол вокзалымыздың аймағы да ары қарай дамып, ол жерге тұрғын үйлер, сауда орталықтары және де әлеуметтік объектілер салынатын болады. Былтыр елордада 3 миллион шаршы метр тұрғын үй қолданысқа берілген. Шаһар басшылығы биыл сол көрсеткішті тағы да еселейміз деп сендіріп отыр. Байқоңыр және Сарыарқа ауданында да ештеңе істелінбейді деген сөз емес. Қазіргі осы Байқоңыр, Сарыарқа аудандарының құрылысы қалыптасқан болғандықтан, ол жақта ескі үйлердің бұзып, жаңа үйлер салынып, жаңа қоғамдық кеңістіктер салынып, оларды абаттандыруға көп көңіл бөлінеді. Сіз айтқан бұл қаланың оң жағалауы ғой, Иә, оң жағалауы деген. Енді қазіргі кезде 2023 жылға дейін Астананың кешенді даму жоспары әрекет етуде. Оған сәйкес біз тек қана тұрғын үйлерді емес, ғимараттар, объектілерді емес, оған барлық жолдарды және инженерлік инфрақұрылымдарды қарастырып дамытып отырмыз. Әлгінде маман қоғамдық кеңістік деп қалды ғой. Ол не дейсіз бе? Бұл жұрттың сейіл құратын жері. Бірі серуендейді, енді бірі спортпен шұғылданады. Бас қалада мұндай орындарға жіті мән беретін болған. Былтыр 60 қоғамдық орынды және 150 ауланы абаттандырған, биыл да сол шамада болады. Мамандар қазір осындай аумақтарға жақын орналасқан үйлерге сұраныстың артқанын айтады. Әлбетте, алушылар көп болған соң баспана бағасы да бір шама қымбаттаған. Дәл қазір Астананың қай бөлігінен адамдар баспана қарастырғысы келеді? Қай ауданға сұранысқа ие? Қазіргі уақытта баспананы көбінде Есіл ауданынан алып жатыр. Халықтар өйткені Есіл ауданы былайша айтқанда сол жағалау болып саналады. Сондықтан көп адам сол жақтан алып жатыр. Біздің сәулетті құрылыстардың бәрі сол ауданда орналасқан көбі. Мысалға Бәйтеректі айтамыз, Экспо, сол сияқты Назарбаев университеті көп сұраныста еді. Көбісі мысалға Экспоға қарап тұрса дейді, Бәйтеректің жанында ма деп сұрайды. Сол сияқты сонда сәулетті құрылыстардың жанынан өте көп сұрайды. Тағы сұраныста әрине жағалаудың осы өзіміздің Есіл жағалауының жағалары. Сонда Сарыарқа ауданында мысалға жақсы өтеді жағалауда орналасқан үйлер. Адамдардың жайлы өмір сүру үшін не қажет? Санамалап бере аласыз ба? Мәселен, тұрғын үй кешенінің маңында не болу керек? Адамдардың жайлы өмір сүру үшін біріншіден мектеп, ауруханалар, одан кейін барып осы мектепке дейінгі балабақшалар. Есіл өзені бойында да серуендеп жүрген қарағұрым адамды көреміз. Болашақта жағалау бұдан да әсем кейіпке енеді.
Қала билігі бұқараның алаңсыз тынығу үшін тиісті жағдай жасаймыз деп отыр. Одан бөлек Талдыкөлде табиғи парк ашылмақ. Елде оның ешбір баламасы жоқ. Олар 5700 гектар жерді тотыдай түрлендіріп тастаймыз дейді. Талдыкөлде негізі экопарк деген ашылады. Ол саябақ ретінде және де Талдыкөлдің бойында құстардың көші-қоны кезінде құстың 200-ден астам түрі бар дейміз. Көруге болады. Сондықтан болашақ орнитолог, ихтиолог, биологтарға арналған бақылау алаңдары және оқу орындары да жасалатын болады. Ал Есіл өзен бойына айтсақ, қазіргі кезде бізде бірнеше парктер бар. Олар бір-бірімен жағалаумен қосылған, бірақ та жаяу жүргіншілерге және велосипедшілерге ол әлі толық жаяу жүргіншілер жолдарымен және велосипед жолдарымен толық қамтылмаған. Соларды толық қамтып, бір кластерге айналдыру жоспарланған. Ол жұмыстар қай уақытқа дейін жасалады? Енді оның соңғы мерзімі әлі белгісіз. Жуырда өзеннің екі жағасын жалғайтын көпір салынады. Ол жермен көліктер жүрмейді, тек жүргіншілер мен велосипед мінгендерге арналған. Көпірдің ұзындығы 150, ал ені 9 метрге жетеді. Есіл бойындағы демалыс орындарын бір кластерге топтастырамыз дейді ғой. Жаңа көпір соның басы болмақ. Ізінала 16 шақырым жүргіншілер жолы төселеді, ол 7 бірдей саябақты біріктіреді. Жылжымайтын мүлік нарығын зерттеп, бақылап қарап жүрген маман ретінде айтыңызшы, қазір бас қаладан баспана қарастырып жүрген кісілер қаланың қай бөлігінен пәтер алған дұрыс? Қазір енді инфрақұрылым жөнінде дамымаса да, келешекте осы жақсы аудан болады, осы жақсы аумақ болады деп қайсысын айтар едіңіз? Қазір көп адамға, мысалға, мен Қорғалжын тас жолын ұсынамын, өйткені ол жерде білесіздер, Диснейланд салынып жатыр да, болашақта салынады. Ол жерде баға әрине көтеріледі. Ал қазіргі уақытта өте арзан болып келеді. Есіл ауданы болса да, ол жақ Есіл ауданынан өте арзан болып келеді. Ал енді мына Алматы ауданына мен айтар едім, осы біздің нұрлы жол. Өзіміздің аллея тысячелетия дейді, 1000 жылдық аллея. Сол салынып жатыр, сол маңнан алса болады, өйткені оның бағасы да көтеріледі. Бізде мысалға ботаникалық саябақта білген жоқпыз ғой бұрындар ондай баға көтерілген көбісі да. Ал енді көпшілік адам білген жоқ, қазіргі уақытта баға өте қатты көтерілген. Тұрғын үйлер бірдей санатта болуы мүмкін. Аумағында да анау айтқандай айырмашылық жоқ дерсіз, бірақ бағасы әртүрлі. Бірі екіншісінен әлде қайда қымбат. Мұны мамандар әлгі кешеннің орналасқан жерімен байланыстырады. Кейде тіпті 4 есеге дейін қымбат болуы бек мүмкін дейді. Қазіргі кезде осы көлік кептелісін болдырмас үшін Тәуелсіздік даңғылынан сол жағалауға көпір салынады. Егер салынған кезде ол осы Мәңгілік ел, Қабанбай Батыр, Тұран даңғылы, негізгі 3 көлік артериялары дейік. Олардан біраз көліктер осы Тәуелсіздік даңғылына шығады, және кептелісті болдырмайды. Оған қоса, қазіргі кезде Ұлы Дала даңғылы Тельман тұрғын алабын айналып өтіп, жаңа Нұрлы жол вокзалына шығатын болады. Әуежайға қарай бет бұрғанда дұрыс шығар. Өйткені онда Орта Азиядағы ең үлкен мешіт салынып жатыр. Құрылысы жыл соңына дейін аяқталып қалар. Мамандар қала аумағын жағында кеңейту жоспарда жоқ дейді. Өйткені әлеуметтік нысандарды тұрғызатын да, тұрғын үй кешендерін салатын да орын жетеді екен. Бұқара жаппай көшіп барып жатқан аудандарда бос орын болмауы да мүмкін, яки ондағы баспананың бағасы әлде қашан шарықтап кеткен. Жылжымайтын мүлік нарығында болып жатқан өзгерістерді қалт жібермейтін жандар біледі. Міне солар келешекте дамиды-ау деген аумақтардан қазірден үй алып қояды, сөйтіп бірнеше жылдан кейін кеткен шығынды еселеп қайтарып жатады. Түсінген жанға бұл да инвестицияның бір түрі.